глобус түрінде айналмалы презентацияны қалай жасаймыз? Бұл презентацияны жасаудың жолы өте оңай. Кәдімгі біз қолданып жүрген PowerPoint бағдарламасында жасаймыз. Оны жасау үшін видеоны толық соңына дейін қарап, бұл глобусты жасаудың жолын меңгеріп алыңыз. Оны біз жасау үшін PowerPoint бағдарламасында создать слайд деген жерден пустой слайд дегенді таңдап аламын. Енді вставкаға барып, фигуры деген жерден кәдімгі 4 бұрышты алып, слайдтың бетіне түгел етіп осылай сызамыз. Одан кейін жоғарыдағы средства рисования деген жерден контур фигуры деген жерден нет контуры қылып аламыз. Яғни контурын алып тастаймыз. Одан кейін заливка фигуры деген жерден қара етіп бояп аламыз. Содан кейін видке барып, направляющий деген жерден осындай түзу сызықтар шығарып алсақ болады. Бізге ол қазір қажет болады. Енді фигурыға барып, дөңгелек дегенді таңдап, пернетақтадан shift батырмасын басып тұрып, саламыз, ортасына саламыз. Болды. Енді оны тағы да белгілеп алып, мұнда нет контуры қылып аламыз. Енді осы дөңгелектің тағы біреуі қажет болады. Яғни оның бізге көшірмесін алу үшін алдымен дөңгелекті белгілеп алып, пернетақтадан Ctrl-ны басамыз. Міне екінші көшірмесін бізге шығарып берді. Міне туралап аламыз, теңестіріп, астын үстін. Міне осылай сызып алдық. Енді бізге артқы фон мен мына алдыңғы фонды біріктіру қажет. Ол үшін қара фонды белгілейміз де, shift батырмасын басып тұрып, алдыңғы көк фонды белгілеп алып, объединить фигуры дегенге барып, вычитание дегенді таңдаймыз. Міне осылай шықты. Және мына көк дөңгелекті мына ақ дөңгелектің ішіне әкеліп саламыз. Қоямыз, жан жағында ақтар көрініп тұрса, кішкене теңестіріп алдық. Енді осы дөңгелегімізге формат фигуры таңдаймыз. Ол үшін мышканың оң жағын басып, формат фигуры дегенді таңдап алып, одан кейін бізде осындай бет ашылады. Мына жерде заливка тұр, сосын мында эффекты деген бар. Эффекты дегенге басамыз. Одан кейін формат объемной фигуры деген бар. Соны басамыз. Сол кезде рельеф сверху деген шықты. Соны мына жерде 3 бұрышын таңдап, ең біріншісін басамыз. Міне рельеф круг дегенді басамыз. Келесі астында рельеф снизу деген бар. Тағы да 3 бұрышын мына жерде таңдап, біріншісін таңдаймыз. Енді бізге өлшемін ретке келтіру керек. Ол үшін жоғарыда мында биіктігі высота фигуры деген жерде 18-81, ал мында ширина фигуры деген жерде 18-65 деп жазылып тұр. Енді біз оны өзгерту үшін бізге калькулятор керек. Мен қазір компьютерімнен калькулятор қосып алдым. Міндетті түрде 36 деп жазамын. Сіздерде высота мен ширинада басқа сандар көрсетіп тұрса да, міндетті түрде 36 деп жазасыздар. 36 көбейту деп жоғарғы жақтағы сан 18-81 дегенді көбейтеміз. Яғни 18-81 тең бізде 677. Енді оны формат фигурыдағы рельеф сверху дегеннің қасына біз 677 деп жазамыз. Мұнда 677. Высота деген жерге де 677. Рельеф снизудың ширинасына да 677 және высота дегеннің қасына да 677 деп жазамыз. Сонда осылай бізге 3D эффект пайда болды. Келесі енді астында мында рельеф снизудың астында глубина контур деген астында материал деген бар. Осы жерде 3 бұрышты таңдап, полупрозрачный деген жерден үшіншісі очистить дегенді таңдаймыз. Сол кезде бізде осындай өзгеріс болды. Біз осылай объектімізді сызып алдық. Енді бізге глобустың жанында қозғалып тұратын карта қажет болады. Ол картаны жасау үшін алдымен бізге пустой слайд қажет. Создать слайд пустой дегенді таңдап аламыз. Міне таңдап алдық. Енді pixabay.com деген сайтқа кіреміз. Бұл сайттың сілтемесін видеоның астындағы описание бөліміне міндетті түрде жазып қалдыратын боламын. Кірген кезде осындай бет шығады. Мына жерде поиск изображений деген жерге карта мира деп жазамыз. Содан кейін мында все изображения деген жерден векторы дегенді таңдап алып басам. Сол кезде бізге
көптеген осындай карталардың түрлерін шығарады. Енді осы жерден өзіңізге ұнаған бір картаны таңдап аласыз. Мәселен, мен мына қара түсті картаны таңдап алайын. Бесплатная загрузка 1280-688 размерінде скачать дегенді басамыз. Міне, загрузки бөліміне скачать етілді картамыз. Енді осы картаны ашпай тұрып, мышканың оң жағын басып, копировать дегенді таңдап, жаңа слайдымызға әкеліп қоямыз. Слайдымыздың масштабын кішкене кішірейтіп аламыз, бізге көрініп отыру үшін. Кішкене картамызды кішірейтіп, слайдымыздың оң жақ бөлігіне әкеліп қоямыз. Осылай слайдтан шығарып, оң жақ бөлігіне қойдым. Енді осы картаға анимация беру қажет. Ол үшін жоғарыдағы анимация дегенге барып, осы жерді таңдап, выход анимация деген жерден вылет дегенді таңдаймыз. Яғни вылет за край листа дегенді таңдадық. Енді жоғарыда начало деген бар, по щелчку деген тұр. Сол жерден біз с предыдущим дегенді таңдаймыз. Және длительность деген жерге біз 8 деп жазамыз. Болды, міне 08-00 деп тұр. Енді осы картаның бізге тағы екіншісі қажет. Ол үшін біз пернетақтадан Ctrl-ді басып, тағы да екіншісі копиясын жасап алдық. Енді екі осы картаны белгілеп алып, жоғарыдағы формат дегенге барып, выровнять деген жерден выровнять объект по центру дегенді басамыз, және выровнять по середине дегенді басамыз. Енді екі картамызды түгел белгілеп алып, область анимации дегенге басып, жоғарыдағы задержка деген жерден 4 деп өзгертеміз. Және осы рисунок 2-3 дегенді басып тұрып, 3 бұрышты басып, параметры эффектов, время дегенге барып, повторение дегеннен до окончания слайда дегенді таңдап, окей деп басамын. Яғни слайд біткенше айналып шығуы керек. Эффект бергеннен кейін тағы да екі картаны белгілеп аламыз да, параметры эффекта влево дегенді таңдаймыз. Енді қазір қарап көрейік, міне бізде мына шетке қарай жылжып бара жатыр картамыз. Енді дәл осы картаның екеуінде белгілеп алып, Ctrl-ді басып тұрып, пернетақтадан көшірмесін жасап алып, сол жақ бетіне келіп қоямыз. Міне осылай теңестіреміз. Бізге теңестіретін кезде осындай қызыл сызықтар пайда болады. Түзулетіп, дұрыстап қойып аламыз. Енді осы көшіріп алған картаға параметры эффектов право деп қоямыз. Яғни ол бізде біріншіміз солға кетсе, екіншіміз оңға кетуі қажет. Енді жоғарыда работа с рисунками деген жерден цвет дегеннен кішкене түстерін өзгертсеңіз болады. Мен қазір серый 25 дегенді таңдаймын. Мына жағымызды да белгілеп алып, цвет дегеннен жаңағыдай серый 25 дегенді таңдап. Енді анимация дегеннен барып бір көріп алайық. Міне осындай эффект пайда болды. Енді екінші слайдымыздағы ғаламшарымызды түгел белгілеп алып, мышканың оң жағын басып, копировать етіп алып келіп, мында үшінші слайдымыздың ортасына келіп қоямыз. Қарап көрейік. Біздің дөңгелегіміз айналып тұр. Барлығы да өте жақсы деңгейде жұмыс жасап тұр. Ғаламшарымыз біздің дайын болды. Бұл ғаламшарды информатика, география, математика, қада сабақтарда өзіңіздің идеяңызға байланысты қолдана берсеңіз болады. Сонымен біздің бүгінгі видео шығарылымымыз PowerPoint бағдарламасында ғаламшар секілді креативті презентация жасау тақырыбына арналды. Видео ұнаса, үліпіл қойып, маған шабыт сыйлаңыз. Каналға тіркеліп, өзге әріптестерге бөлісе жүріңіз. Кәделеріңізге жарасын.